Куриные котлеты. Пиязды ұсақ етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Топленый майда пиязды қуырамыз. Сәбізді қосамыз. Бірге қуырамыз. Куриный фаршқа тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, қуырылған пияз бен сәбізді қосамыз. Бір жұмыртқа, чеснок қосып араластырамыз. Котлета жасап, формаға саламыз. Заливкаға қаймақ пен суды араластырамыз. Аздап тұз, бір шай қасық ұн қосып, венчикпен шайқаймыз. Котлетамыздың үстіне теркадан сыр өткіземіз. Заливканы құямыз. Лавровый лист саламыз. Бетін фольга немесе пергамент қағазбен жауып, 45 минут духовкада пісіреміз. Котлетамыз дайын, гарнирмен береміз. Астарыңыз дәмді болсын.